Соңғы бірнеше апта бойы шенеуніктер назары ақмолалық кәсіпорындардың біріне ауған. КамАЗ инжиниринг акционерлік қоғамының өзіне көптің көзін түсіруіне ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың септігі тиді. Елбасы қорғаныс министрлігін мемлекеттік органдардың отандық құрастырылымдағы автокөлікті сатып алмауын, алса да өте аз мөлшерде алатынын сынға алған болатын. Жақында қорғаныс министрлігі президент сынына жауап берді. Вице-министр Талғат Жанжыменовтің айтуынша, әскерилер көкшетаулық КамАЗдардың бірден бір сатып алушысы. Үкімет тағы машина құрастыру саласы туралы әңгіме қозғап отыр. Мақсат бұрынғы шенеуніктердің шетелдік көліктерін елімізде құрастырылған темір тұлпарларға ауыстыру. Бұл тосыннан келген құбылыс емес, жүк көліктерінің құрылысына да баса мән беріле бастады. Жыл басында мемлекет басшысы осы мәселеге қатысты нақты тапсырма берген болатын. Елбасының айтуынша, отандық көлік құрылысын қолдау арқылы қаржы үнемделіп, Қазақстан өндірісінің ілгері дамуына зор мүмкіндік тумақ. Меніңше осы бағытта ауыз толтырып айтарлықтай жұмыстар атқарылды. Елбасы берген тапсырма жүзеге асырылып келеді. КамАЗ және Шкода автокөліктеріне деген сұраныс артып келеді. Қазақстан бойынша ауыр жүк көліктерін КамАЗ инжиниринг акционерлік қоғамы ғана құрастырып шығарады. Компания акциясының иегерлері Көкшетау қаласында орналасқан Қазақстан инжиниринг және КамАЗ ашық акционерлік қоғамы. Соңғы кездері КамАЗ жүк көліктерінің сатылу жайы туралы мәселе жиі көтерілуде. Кейбір ведомстволар құрастырылған көліктерді көптеп сатып алып жатырмыз дейді. Наш потребитель. Біз негізінен заңды және жеке тұлғалардың тапсырысы бойынша жұмыс істейміз. Олар ең көп дегеннің өзінде 2-3, кей жағдайда 5 жүк көлігін сатып алады. Бұл көрсеткіш біздің сатылатын жалпы өнімнің 60-70%-ын ғана құрайды. Ал қалған 30%-ы мемлекеттік тапсырыс. КамАЗ әлемге танылған жүк көлігі. Экономикалық қаржы дағдарысына дейін ақмолалық кәсіпорын 2000-нан астам техника жасап шығаратын еді. Ал бүгінде КамАЗ инжиниринг осы деңгейге қайта жетудің жолдарын қарастырып жатыр. Көлік құрастыруға қажетті барлық дерлік құрылғылар көрші Ресей елінен жеткізіледі. Тек аккумуляторы Алматы облысынан, ал ауа баллондары жергілікті тыныс кәсіпорнынан тасымалданады. Компанияның өндірістік цехі заманауи 9 қондырғымен жабдықталған. Бұл жерден бір ауысым ішінде 4 жүк көлігі шығарылады, ал бір жыл ішінде 800 техника құрастырылады. Алып темір тұлпарлардың өндірісін 2 есеге дейін көбейтуге болады. Оған қажетті барлық мүмкіншіліктер де бар дейді кәсіпорын жетекшілері. Ақмола облысында автокөлік құрастыратын КамАЗ инжиниринг зауыты бар. Мемлекет пен ұлттық компаниялар сұранысына сәйкес құрастырылатын көліктер санын 3-4 есеге дейін арттыруға болады. Өз еліміздің өнімін сатып алып, өндірісті жандандыру қажет. Осылайша жаңа жұмыс орындары да ашылады. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Бүгінгі таңда кәсіпорын 180 адамды жұмыспен қамтамасыз етіп отыр. Жұмыскерлердің бәрі жергілікті тұрғындар. Біз тұрақты жұмыс істеп келеміз. Жұмыстың тұралап қалмауы үшін қолдан келгенше еңбек етудеміз. Отандық көлік құрастыру саласы ел нарығын қажетті сұраныспен толық қамтамасыз етеді деп айту әлі ерте. Дегенмен мәселе жан-жақты талқыланып, оны шешудің жолдары қарастырылып жатыр. Осының айқын айғағы ретінде өңір басшысы Қайрат Қожамжаровтың кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы мен қала әкімшілігіне берген тапсырмасын атап өтуге болады. Мұнда облыс әкімі КамАЗ инжиниринг акционерлік қоғамының өніміне деген сұранысты ұлғайту керектігін қадап айтқан еді. Бұл әлемдік тәжірибе негізінде айтылып отырған әңгіме. Себебі шетелдік автокөлік құрастырушылар өз өнімдерінің сапасына баса мән беріп, миллиардтаған қаржы құюда. Ресей мен Қытайда мұндай қолдау бар. Елімізде де отандық машина құрастыру саласына қомақты қолдау табылса, мемлекет экономикасының дамуына тигізер оның өзіндік пайдасы да мол болмақ. Бұл бастаманың нәтижесі мен тиімділігін уақыт көрсетер. Достық Талғатұлы, Марат Тоқмағамбет, Василий Бережников, апта.